Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен осындай тауық етін керемет етіп көкөністермен печкада дайындау әдісін үйренетін боламыз. Каналыма тіркеліп видеоны соңына дейін қараңыздар, лайк басыңыздар және де комментарияға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, керемет, дәмді болып шығады. Осы рецептпен дайындасаңыздар өкінбейсіздер. Бізде ең алдымен дайындалатынымыз мариновать етіп аламыз тауық етін. Ол үшін табағымызға осылай тауық етін салып, дәміне қарай тұз саламыз. Және де 2 ас қасық кетчуп, 2 ас қасық майонез, және де 2 ас қасығында соя қосатын боламыз. 1 немесе 2 чеснокты тазалап, ұсақтап, салып, жақсылап араластырып, 30 минутқа қалдыратын боламыз. Осылай соямызды қоямыз, енді кезекте чесногымызды саламыз. Мен айтуды ұмытып кетіппін. Аздап бұрыш қоссаңыздар болады, және де дәміне қарай кез келген приправа қоссаңыздар, дәмдеуіш, яғни дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Негізінде магазинде окорочканың өзіне арналған дәмдеуіштер болады. Оны да қоссаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Осылай жақсылап араластырып аламыз, және де міндетті түрде 30 минутқа қалдырамыз. Аузын жауып қоюды ұмытпаңыздар. Осылай 30 минутқа қалдырдық. Ендігі кезекте біз көкөністерімізді әдемілеп турап алатын боламыз. Осылай соленка ретінде осындай пішінінде турап алатын боламыз. Енді сәбізімізді, мен осындай менде кішкентай сәбіз болғандықтан домалақ пішінінде турадым. Егер сіздерде үлкен сәбіз болатын болса, көлемі үлкен болатын болса, майдалап турасаңыздар болады. Осылай. И пиязымызды тураймыз. Пиязды да өз қалауларыңызға қарай турасаңыздар болады. Барлығын осылай ыдысымызға салып, тағы да дәміне қарай картошкамызға тұз қосамыз, өсімдік майын қосамыз, және де аздап морж қосамыз. Моржды қатты қосудың қажеті жоқ, аздап ғана қоссаңыздар жеткілікті. Қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте осындай фольгамызды рисімізге орналастырып, картошкаларымызды ең алдымен көкөністерімізді, яғни барлығын осылай салып алатын боламыз. Осылай салып орналастырып аламыз, әдемілеп жайып. Жайып алдық. Енді мариновать еткен тауық етін үстіне әдемілеп салып шығатын боламыз. Осылай жалғастырамыз. Оған дейін айтуды ұмытып кетіппін, печканы қосып қоюды ұмытпаңыздар. Печка қызып тұрса жақсы болады, әдемі болып піседі. Осындай түбінде қалған соусында үстіне қойып жіберуді де ұмытпаңыздар. Осылай алып печкамызға саламыз. Печкада кем дегенде 30-40 минут қоямыз. Сол кезде етіміз де, көкөністеріміз де өте әдемі жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Осылай печкамызға салдық.
көріп тұрғандарыңыздай біздің тауық етіміз дайын. Көргендеріңізде өте әдемі, түсі де керемет болып шықты. Мінекей. Көкөністері де, еті де өте таза піскен. Көріп тұрсаңыздар, түсі де өте керемет болып шықты. Енді қалауыңызға қарай сәндеп, қалай орналастырғыңыз келеді дастарханыңызға, тура солай дастарханға тартсаңыз болады. Дәміне сөз жоқ, өте керемет. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Тағы да қайталап кетейін, каналыма енді келіп тұрған болсаңыз тіркеліп, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдыруды және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.